Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біздер сіздермен WhatsApp-тан удалить болған сообщенияларды қалай көру керектігі туралы білетін боламыз. Біздің бұрынғы WhatsApp-ымызда бұл туралы бұндай ақпараттар жоқ. Сол үшін оны Chrome'нан тартамыз. Play Market'те бұл жоқ. Chrome'нан тартамыз. Ол GB WhatsApp скачать деп жазасыздар. Іздейді автоматты түрде өзі. Скачать деген басы іздейсіздер. Міне malvida.com сайтында кіресіздер. Скачать дегенді басамыз. Міне шығып тұр. GB WhatsApp деп. Скачать дегенді басасыздар. Өз автоматты түрде сіздердің телефондарыңызға сохранить болады. Мен бұны тартып қойғам, сондықтан баспаймын. Міне GB WhatsApp. Кәдімгі өзіміздің қарапайым WhatsApp сияқты. Принять и продолжить дегенді басамыз. Бұл жерде пропустить дегенді басамыз. Мына жерге өздеріңіздің жеке нөмірлерін жазасыздар. Қайсы нөмірді установить етесіздер. Мен видеоны кішігірім уақытқа өшіріп қоям. Нөмірімді жазып, синтез болғаннан кейін сіздерге қайтадан тағы қосатын боламын. Міне нөмірлерін жазғаннан кейін сіздерге өзі автоматты түрде код келеді. Кодты енгізесіздер. Одан кейін профиль деп дәл осы шығады. Введите свое имя деп. Бұл жерге өздеріңіз қалаған аттарын жазуларыңызға болады, немесе бір белгі қоюларыңызға болады. Өздеріңіз еріктеріңізге қарап. Далее дегенді басамыз және міне қазір айланып жатыр. Өзі автоматты түрде шығарып жібереді. Бұл кіреміз, міне WhatsApp-қа кіреміз, міне установить болды жүйе. Номерді енгізіп қойдық. Міне кәдімгі өзіміздің қарапайым WhatsApp сияқты. Енді бұда енді қалай антиудаление сообщенияларды қалай істеуге болады. Настройкаға кіреміз. Жаңа плюсті бассақ, өзі шығады настройка. Міне приватность и безопасность дегенге кіреміз. Міне осы жерде тұрады. Міне антиудаление статус деп. Сіздерде қойылған, бұдан бұрын қойылған статустарды қалай көруге болады. Алып тастамайды. 24 сағаттан кейін алып тастайтын бұрынғы WhatsApp'та. Ал бұда алып тастамайды. Егер птичканы қосып қойсаңыздар. Міне чат істеп тұр. Антиудаление сообщение деп. Осында қосып қойасыздар. Сіздерде удалить болған сообщенияларды сізге көрсетіп тұрады бұл. Сізді удалить еткен сообщенияларды өшіп кетпейді. Және артқа қайтамыз. Бұда тағы бір жақсы жері группаларды бөлек чатта бөлек істеп береді сіздерге. Бұл жерде міне үшінші болып тұр. Міне мына қатарда групп деп жазылып тұр. Міне осыны птичкасын қоясыздар. Сіздерде әрқайсысы бөлек-бөлек болып тұрады. Группаларыңыз бөлек, сіздер өздеріңіз жазатын контакт нөмірлеріңіз бөлек, әрқайсысы бөлек болып тұрады. Және бұда офлайн да болады, онлайн да болады. Офлайн, міне отключить тост онлайн. Осыны басып қойсаңыздар, сіздер онлайн емес, жасырын түрде отырасыздар WhatsApp-та. Сізді ешкім көрмейді шығып кіріп жүргеніңізді. Осыны өшіріп қойсаңыздар, міне қазір қоссаңыздар, ол да сізде онлайн болғаныңызды көреді. Егер өшірсеңіздер, сізді көрмейді ешкім. Сіз отыра бересіз. Бұл жерде мүмкіндіктері өте зор. Міне көргеніңізде чат отдельно, міне группа отдельно, статус отдельно и звонок отдельно болды. Енді сіздермен қазір тексеру жүргізіп өтем. Міне менің өзімнің бұрынғы WhatsApp-ым кірдім. Кіресіздер, міне мен мынау нөмір, жаңағы нөмір жазып сохранить етіп қойған ем. Сол үшін жібердім. Міне кетті. Енді оның үстінен басам. Міне удалить у всех бастым. Енді жаңағы GB WhatsApp-қа кіріп көрейік. GB WhatsApp міне кірдім. Чат, мынау бұл группаныкі, міне чатқа кірдім. Міне жаңағы жазған сөзім, міне мына жерде қарап тұрсаңыздар, удалиттің суреті тұр. Удаление ящиктің суреті тұр. Удалить істеген сообщениені удалить істеген. Удалить етілмеген сообщение кәдімгі өзіміз қарапайым түрде келеді. Міне жібердім. Кетті. Міне GB WhatsApp кірдім. Міне бұл удалить етілмеген сообщение. Удалить етілген сообщениеде былай белгі болып тұрады өзі. Міне қасында леп белгісімен тұр. Өте жақсы WhatsApp. Өте керемет. Қазіргі уақытта студенттерге ең керекті десегім болады. Оқушыларға да, себебі группа
басып кеткен жан жақтың бәрінде. Группа бөлек, чат бөлек болып тұрады. Группаға подписать етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып өтулеріңізге болады. Мен оқимын сіздерге және кері байланыс қайтарамын міндетті түрде. Келесі кездескенше сау болыңыздар.